пожалуйста, вот использование... Не включены у вас очки, да? Не включены, да? Использование получается символики парламента и плюс вот в личных целях, по вашему мнению, не является ли это нарушением? Мен жаңа осы келе жатқанда қазақ тілінде жауап берген, мен соны толықтыру мақсатында, я. Ол жерде парламенттің тікелей атрибутикасы жоқ еді. Өзім жасатқан дизайнда, егер жақындатып, мүмкін видеода қарасаңыздар, аққудың суреті қылдырып жасадым. Ол дизайнды өзім жаздым, текстін барлығын қойып, 5000 теңге төледім. Ал енді мынау елтаңбағы мәселесіне келетін болсақ, міне осындай папкілер, бұл байқасаңыздар, жаңа да айттым, қараңыздар, және әр депутаттың қолдарында жүрген ақ папка болады, көк папка болады мысалға. Ал енді дәл осындай елтаңбаны біз кәдімгі мақтау қағаздарда да, алғыс хаттарда да, тіпті басқа да, егер де сіздер енді журналист ретінде қосымша зерттеу жүргізетін болсаңыздар да, полиграфия, типографияда да табуға болады. Енді ол бір дау жасайтын нәрсе емес, бұл өзімнің қолымда жүрген. Тіпті бізде мынандай орысша айтқанда именной папкалер дейді, атаулы папкалерде де болады. Біздің аты жөніміз жазылған мысалға. Ол жерде парламенттің ресми құттықтауы емес, оны көп адам шатастырып жатыр. Мен өзім жаздым, өзге әріптестер болмаса, ол жерде печать та мөрде жоқ. Менің құр өзімнің жеке құттықтауым бұл. Және де ол құттықтау парламент қабырғасында болмаса, мынау бір жиналыс, пленарлық отырыста да болған жоқ. Ол өзіміздің кешкі кафеде дейді ғой, караокеде болған құттықтау еді. Сұрасам бола ма? Специальный көзілдірік носите. Оған рұқсат бар ма, жоқ па, керек па, керек емес па? Бұл енді смарт көзілдірік, олар да ренжіп жатыр, бірақ енді бізді де түсіріп алады, кейбір сөздерді қиып алады. Бұл да бірінші кезекте қауіпсіздік мәселесі жөнінде, екінші кезекте енді әрине анау телефон, одан кейін маған көзіме коррекция жасалды ғой, енді оны да қорғану мақсатында бар. Вообще вы знаете, что бұл жерде, қараңыздар, егер де бұл жанып тұратын болса, яғни бұл егер де мен қостым, егер де бұл жанып тұрған болса, бұл түсіріп жатыр деген сөз. Ол егер де мен мынау камераны жауып қойып, болмаса жасырып қойсам, ол заңсыз болатын еді. Сол үшін де қазір таңда смарт көзілдіріктердің барлығына қойылып жатқан талап жанып тұру деген, егер де қосылатын болса қазір мен. Әріптестеріңізді түсірдіңіз ба? Түсірдім. Жоқ, әріптестер болғанда ары бері жүрген реакция ма? Ешқандай реакцияларын білдірген жоқ. Білген жоқ шығар мүмкін? Жоқ, журналистерден айналып келген медиа тұлғалар, енді оларда камерадан қорқудың қажеті жоқ, әріптестеріңізді өзіңіздің депутаттар үйреніп қалды. Енді шыны керек, 3 жылда мен ұялы телефон, менде қосымша стористерді түсірген кезде сәл нететін, енді былай түсінбей, қазіргі кезде керісінше камераны көрсе сәлем жолдап, өзінің бір ақыл кеңестерін, болмаса жұмыс процесімен де бөлісіп жатады. Именно смарт көзілдірікпен жоқ, мен оны жұмыс процесінде жаңағы айтқандай, білесіздер ғой, мына бір кейбір құпия мүмкін құжаттар болады, ол барлығы регламентке сәйкес. Кәдімгі осы журналистер келген отырыстарда мына жерде сіздер де жүрсіздер, сіздерде де төбемізде де камера тұр, сондай мақсатта пайдаланамын. Ал енді оны жаңағындай бір жасырын камера ретінде мен пайдаланып жүрмін. Бірақ спикер біледі ғой, сіздің мынандай смарт көзілдірігіңізді киіп алғаныңызды. Білетін шығар енді. Яғни мәжіліс залына